Қайырлы кеш, құрметті достар. Сіздердің алдарыңызда бүгін Сырым Жиен бала менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Және бүгінгі видеода мен аптеканың, яғни дәріхананың өмірі жайлы сіздерге кішігірім бейнежазба көрсетемін. Және де осы дәріханадан бөлек фармацевттердің жұмысы қандай және қандай міндеттер орындайды, солар жайлы сіздер керекті ақпараттар бүгін білетін боласыздар. Фармацевт дегеніміз ол арнайы медициналық фармацевтикалық білімі бар. Жалпы дәрінің құрамы, оның құрамындағы активті белсенді заты және дәрілік препараттар жайлы және тағы да басқа фармацияға байланысты информацияны толық меңгерген арнайы специалисті біз фармацевт деп атаймыз. Жалпы біздің елімізде жалпы аптекалардың жұмыс уақыты қандай? Олар тәуліктік аптекалар бар, бізде дәріханалар және күндізгі аптекалар, дәріханалар бізде жұмыс жасайды. Ал дәріханада жалпы мынандай бізде кері бір пікірлер бар. Дәріханада көбіне әйел кісілер жұмыс жасайды деген жоқ, ол өте дұрыс емес ақпарат. Қазір таңда өздеріңіз көріп отырғандай дәріханада ер азаматтар да мен сияқты және әйел заттар да жұмыс жасай береді. Яғни медицина, фармация бағыты ол ер, әйел деп бөлмейді. Жалпы дәрілік препараттар босату, дәріханада препараттар рецепті және рецептсіз препараттар бар екенін өзіміз білеміз. Рецептпен ол арнайы назначение, яғни рецептпен келу арқылы босатылатын дәрілік дәрмектер дейміз. А рецептсіз препараттарды рецептсіз босатуға болады. Ал витаминдер, биология активті қосылыстар олар рецепті қажет етпейді, оларды аптекада только консультация арқылы босатыла береді. Ал жалпы дәріханадағы ең бірінші негізгі міндеттемелердің бірі фармацевттің қандай міндеттері бар? Фармацевт ол тек қана дәрілік препараттарды босатудан бөлек, оның бірнеше міндеттері бар дәріханада. Ол ең бірінші дәрілік препараттарды толық меңгергеннен кейін жұмысқа тұрған кезінде дәрілік препараттар жайлы олардың қандай температура сақталу керек және олардың қай кезде олардың дұрыс дозировкасын, яғни бағанағы келген науқастарға дұрыс дозировканы ұсынуға, яғни консультация беру үшін ол толыққанды сол препарат жайлы толыққанды информацияны меңгеру керек, яғни информация базасы жеткілікті болу керек. Одан бөлек дәріхана үшін тазалық міндеттері сақтау керек, обязательно, міндетті тазалық сақталу керек. Арнайы міндеттемелер, қысқа нұсқа міндеттемелер бар, оларды сіздер келесі роликта көріп кетесіздер. Ақшамен жұмыс жасайсыз, яғни сіз кассалық сауаттылық сізде міндетті түрде болу керек. Және қазіргі заманға сай әртүрлі ақпараттық технологияларды, яғни компьютерлік технологиялар және тағы да басқа осындай керекті заттарды міндетті түрде игеріп және жұмыс барысында оларды жақсы игеріп үйрену керек. Себебі ол дәрілік препараттарды сіз ақшамен жұмыс жасайтын болғандықтан ол нәрселердің бәрі фармацевттің міндеттемелеріне толыққанды кіреді. Адамдармен қарым-қатынас жақсы орната білу керек, яғни этика, деонтология деген сияқты арнайы методикаларды жалпы толыққанды меңгеру керек. Себебі бұл жерде әртүрлі адамдармен жұмыс жасайтын, потенциалды науқастармен және тағы да басқа адамдармен жұмыс жасайтын болғандықтан жалпы фармацевт мамандығында адамдармен қарым-қатынас коммуникация орната білу ол негізгі фундаменталды структуралардың бірі болып келеді. Жұмыс қиын ба, дәрілік препараттар қалай жаттадыңыз, андай рецепт сіздер қалай тез жинап бересіздер деген сұрақтар келеді. Достар, негізі оның бәрі практика жүзінде сіздер дәріханаға 1-2 апта практикада болсаңыздар, сіз сол кезде уже дәрілік препараттардың ассортиментін және олардың түр-түрлерін жаттап аласыздар. Өйткені мынандай мәселе болуы мүмкін. Қарапайым сіздерге айтатын болсам, мысалы витамин D3 алатын болсақ, каплясын тамшы түрін алатын болсақ, мысалы оның түрлері көп. D3 Max Baby, Aqua D3 сияқты түрлері, Ultra D деген сияқты түрлері өте көп. Соған байланысты мысалы оның құрамында не құрам витамин D3 ғой, сол құрамын жаттау арқылы ассортиментті де толыққанды біліп аласыз. Дәріханаға байланысты сұрақтарыңыз болатын болса, осы комментарий бөліміне немесе Instagram директке жазсаңыздар болады. Және бұл бейнебаян мен жалғас міндетті түсіремін, өйткені дәріхананың бүкіл жұмысын, бүкіл өмірін 5-10 минуттық бейнебаянға сыйғызу мүмкін емес. Және тағы да қызықты сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.